Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге жаппасай деп аталатын тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Үйіңіздегі бар овощтарды жасалады. Өте оңай, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бірге жасайық. Оны жасау үшін жұмыртқаның үстіне суымызды құямыз. Және 1 шай қасықтай тұзды салып, алдымен шанышқымен араластырып аламыз. Оның белгілі мөлшері жоқ. Бізде кішкене қаттылау қамыр шыққанша илейтін боламыз. Оның кішкене бөлігін салып, алдымен шанышқымен араластырып аламыз. Содан кейін ұнды сала отыра, дәл видеодағыдай етіп, қамыр илейміз. Бізде жұмсақтығы шамамен осындай болу керек. Қатты болып та кетпеу керек, қатты жұмсақ та болып қалмау тиіс. Енді бетін жауып біраз уақытқа қойып қоямыз. Оған дейін біз подливкасын дайындайтын боламыз. Оған бізге пияз керек, ал сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша үйіңізде бар овощтарды салып жасайсыздар. Бірақ пияз міндетті түрде, пияз көбірек бола берген жақсы. Осылай пиязды ұзынша етіп турап аламыз және картошканы кубиктеп турап шығамыз. Сіздер болгар бұрышы немесе кәдімгі қызыл сәбіз, асқабақ қоссаңыздар да болады тіпті. Дәл осылай картошканы кубиктеп турап шығамыз. Майда қылып тураған жақсы. Менде осылай сары сәбіз болды үйде. Оны да осылай тез-тез кубиктеп турап шықтым. Енді ыдысымызға майды құйып, оттың астын барынша қатты қылып қоямыз. Алдымен пиязды қуырып аламыз. Барлық ингредиенттерді өте көп қуыруға болмайды. Бетін жауып 1-2 минутқа қойып қоямыз. Енді үстіне тартылған етті, яғни фаршты салып жасаймыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша кәдімгі етті кубиктеп турап салсаңыздар да болады. Мен фарштан істеп жатырмын. Фаршпен тезірек дайын болады тағамыз, ал еттің пісуіне біраз уақыт керек. Осылай тағы да араластырып қуырып аламыз. 1-2 минут қана жеткілікті. Одан кейін сіздер помидор салсаңыздар да болады. Осылай аджика, сицебли немесе кез келген томат сияқты нәрселерді салып, тағы да қуырып аламыз. Бұл бізде кішкене дәмін келтіріп, осылай дәмін келтіріп тұру үшін саламыз. Одан кейін картоп және жаңағы сәбізімізді салып аламыз. Бұны да жаңағыдай 1-2 минут қуырамыз. Енді үстіне өздеріңіз қалайтын приправалардың түрлерін салсаңыздар болады. Мен қызыл бұрыш пен қара бұрыш салдым видеода. Біз енді суды құятын кезде бізде су міндетті түрде салқын болу керек. Өйткені барлық осы тамағымыз су қайнағанша жақсылап пісетін болады. Енді біз тамақты толық пісірмейміз. Суды құйып қойғаннан кейін, ол бір қайнағаннан кейін өшіреміз. Өйткені бізде езіліп кетуі мүмкін. Егер толық пісіріп алатын болсаңыздар, кейін қамырды бетіне қойғаннан кейін толық піседі. Қазір су бір қайнайды бұрқылдап, одан кейін астын өшіріп қоясыздар. Осылай дәміне қарай тұзды саламыз. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Осылай ұнды сеуіп, оқтаумен жұп-жұқа болғанша жаятын боламыз. Қамырыңыз қаншалықты жұқа болса, соншалықты әдемі көрінеді, әрі дәмді болады. Қалың қамыр дәмді болмайды. Дәл осылай жұп-жұқа етіп жайып аламыз жан-жағынан.
Енді қамырды дәл осылай мөлдір жұп-жұқа етіп жайып алғаннан кейін кәдімгі сұйық майды бетіне толықтай жағып шығамыз. Барлық жеріне тию керек міндетті түрде. Осы сұйық майдың арқасында бізде дәмдірек болып шығады қамырымыз және бір-біріне шабыспай піседі. Жан-жағына тигізіп толықтай сұйық майды жағып шығамыз. Енді арнайы ас үй құралының көмегімен осылай төртбұрышты етіп қамырымызды кесіп шығатын боламыз. Қатты үлкен және кішкентай болып қалмағаны дұрыс. Осылай біркелкідей етіп жұп-жұқа қамырымызды істеп шығамыз. Және оттың астын тағы қосып кішкене қайнап тұрған кезінде дәл осылай бір-бірінің үстіне қамырымыз біткенше толығымен салып шығамыз. Ешқандай бір-біріне жабысып қалмайды. Бөлек-бөлек болып піседі кейін қамырларымыз. Дәл осындай жай отта шамамен 20-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Осылай барлығын салғаннан кейін бетін жауып пісіреміз. Әр қамырымызды алып, екі бүктеп осылай тарелкаға жайғастыратын боламыз. Ешқандай жабыспай дәмді болып шығады. Енді үстіне подливканы саламыз астындағы. Тек ортасына салғаныңыз дұрыс. Бетіне кішкене бұрыш немесе укроп сепсеңіздер болады. Бұл өте дәмді болып шығады және ерекше тағам. Сіздің отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Түрі де сондай аппетитный көрінеді. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын.